Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дәл осы антуриум гүлін уақыт өте келе қартаяды. Қартайған кезде бұлар гүл ашу процесі азаяды. Сол жағдайда не жасаймыз, қалай жасартамыз, қалай көбейтеміз, барлығын осы видеода айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Көптеген зиянкестерге қарсы, гүлдерді қалай пересадка жасау керек, ауырған гүлдерді қалай емдеу керек, барлығын осы каналда бар. Барлығы тегін, уақыт бөліп көрсеңіздер көп ақпарат аласыздар деген ойдамын. Енді менің қолыма мән бермеңіздер. Кеше бір-екі қонақтар күтіп не алған кезде қолым күйіп қалған. Антуриум гүлі уақыт өте келе қартаяды. Қартайған кезде бұлар гүл ашу процесі баяулайды. Қызым, тиме қызым. Сол кездерде жаңағы гүл ашу процесі азаяды. Не болмаса мүлдем гүл ашпай қалады. Ол кезде уже мынау ствол ұзарады. Ұзарғаннан кейін астыңғы жақтағы жапырақтары азайып, кәдімгідей ствол жаңағы жалаңаштанып қалады. Сол жалаңаштанып қалған кезде қалай жасартамыз, не амалдар жасауға болады. Қазір осы видеода 3-4 амалды айтамын. Дәл солай жасап көрсеңіздер болады. Біріншісі, мысалы үшін, мынау антуриумды дәл осы астына 1-2-3 жапырақ тастап кесіп аласыз. Жоғарғы жағын кесіп алғаннан кейін кескен жерді кептіресіз, не болмаса жаңағы активированный угольменен, древесный угольменен, не болмаса корицаменен жаңағы батырып обработка жасайсыз кескен жерді. Кескен жер суланып тұрады ғой, сол суланып тұрған жерді обработка жасайсыз. Сөйтіп 20 минут, 15 минут, 20 минут кептіресіз. Кепкеннен кейін кәдімгідей осындай антуриумның, кәдімгі осындай жеңіл қарада отырады ғой антуриумдар. Орхидеяның топырағы сияқты болады топырақтар. Сондай топыраққа кішкентай ғана ыдысқа жаңағы тығып қойсаңыз болады. Өзі тамырлайды. Уақытында суын беріп тұрасыз, бірақ қатты су құймайсыз. Отырғызғаннан кейін кемінде 6-7 сағаттан кейін ғана су бересіз. Бірақ қалай бересіз? Аз дозада бересіз. Даже тамшылатып берсеңіз де болады. Не болмаса жаңағы гүлдерге су шашатын ыдыстарменен кәдімгідей бүйтіп суды ылғалдап, топырақты ылғалдап шашып қойсаңыз да болады. Топырақ ылғал болып тұру керек. Егер де топырақтың ылғалы болмаса, ол тамырламай қалады. Өздеріңіз байқасаңыздар, мынандай кішкентай ауадағы тамырлары бар, я? Осы тамырлар кәдімгідей тіріліп, жаңадан тамыр ашып, сіздің антуриумыңыз жасарады. Ал астыңғы жағы осы ыдыста тұра береді. Мынандай стрелкалардан сізге антуриум басқа атроскалар шығарып береді. Ал енді келесі жолы, бұл екінші жолы, антуриумды кеспейсіз. Кәдімгі жаңаға жоғары қарай өседі ғой, үлкен болып. Сөйтіп астыңғы жағы айттым ғой, жалаңаштанып қалады деп. Сол жалаңаштанып қалған жерін бір астың горшоктан, топырақтан санағанда бір 5-6 сантиметр тастап, жоғарғы жағына мына жерге кәдімгідей мохсвагнум деген шөп болады. Шөп секілді, сондай мақта секілді, шөп секілді. Гүл сататын магазиндерде сатылады. Соны орап, жаңағы сыртына пленкамен қаптап қоясыз. Мынаған байлап қоясыз, былайша айтқанда қаптап. Содан ол ал оған да дәл ол жерде кәдімгідей мынандай воздушный тамырлар болу керек, сіз ораған жерде. Ал енді ол да где-то 6-7 сағаттан кейін сол мохсвагнумға шприцпенен тесіп, пленканы сыртына пленка орап қоясыз ғой енді. Пленканы тесіп, сол мохсвагнумды ылғалдап отырасыз. Ол ылғалы кетіп қалмау керек, қатты кеуіп кетпеу керек. 3-4 күнде аз дозадан 2 грамм, 3 граммнан мохсвагнумның көлеміне қарап, соған ылғал беріп отырасыз. Уақыт өте келе сол мохсвагнумның арасынан кәдімгі осы антуриумның осындай тамырлары көрінетін болады. Сол кезде сол мохсвагнумның астыңғы жағынан кесіп аласыз. Кесесіз, дәл жаңағы бірінші процесті жасайсыз. Корицамен, не болмаса активированный угольмен, не болмаса древесный угольменен кескен жерді батырып обработка жасайсыз. Горшокта тұрғанды да оны кесіп алған жоғарғы жақтағы өзіңіз жаңа мохпен тамырлатқан стрелканда обработка жасап аласыз. Батырып қоясыз әшейін. Обработка деген сол. Одан кейін жаңағыдай 4-5 сағат кептіресіз. Сол кескен жерді кептіресіз. Кептіргеннен кейін жаңағы моқты жай ғана, тамырды зақымдамай, абайлап қана алынғанша аласыз да, дәл осындай, мынандай кәдімгі мынандай қарасы көп, қара деген осы кәдімгі ағаштың қабығы. Осындай қарасын көбірек қылып салып, несін перлейт, басқа да нәрселер қоссаңыздар болады топырағына. Осындай сол тамырға лайықты ыдысқа отырғызасыз. Ол мынандай кішкентай ғана одноразовый стакан ба, білмеймін. Енді қандай ыдысқа сай келеді, сол ыдысқа отырғызасыз. Енді бұл екінші процесс. Дәл солай жасартасыз. Астындағыдан жаңа жас стрелкалар шығады, горшокта қалған антуриумнан. Ал сіз жоғарғы жағын тамырлатқан антуриумнан да жаңа стрелкалар шығарып, жаңа жапырақтар шығарып жасарады. Тамыр жасарды ғой, тамыр жасарды, гүлде жасарады. Ал енді келесі әдісі
дәл жаңағы бірінші әдіске ұқсайды. Онда да жаңағы өзіңіз қалаған жеріңізден астынан бір 2-3 не болмаса 4 жапырақ тастап жоғарғы жағын кесіп аласыз. Сөйтесіз да оны жаңағы кәдімгі суға тамырлатасыз. Барлық гүлдер секілді. Суға тамырлатқанда дәу ыдысқа салып қоймайсыз. Өзіне лайықты кішкене ғана ыдысқа саласыз. Сөйтіп ол су сәл шамалы жылылау болса жақсы. Гүл бірден стресске түспейді. Егер де мұздай суға салатын болсаңыз, стресске түсіп, тамыры дамуы баяу болады. Саласыз. Бұл жерде де жаңағы 1-2 сағат жаңағы кескен жерді кептіріп алу керек. 3-4 сағат. Кептіріп аласыз, ыдысқа суға саласыз. Ол суды төкпейсіз. Тамырлап, жақсы, сол тамырлары бір где-то 5 сантиметрге, 3-4-5 сантиметрге өскенге дейін суды ауыстырмайсыз. Су испарение болады, гүлде өзі сол жерден су ішіп тұрады. Сөйтіп тамырлаған сайын сол су азайып тұрады. Сіз үстіне азғантай жылы су құйып отырасыз. Көп осындай гүл өсіретін каналдарда мен естимін, атросканың суын суға тамырлатқан кезде суын 3-4 күнде ауыстырып тұру керек дейді. Негізінде сіз суды ауыстырған сайын жаңа су болады ғой, ол жаңа су болады. Ыдысты шаясыз, жаңа су құясыз, жаңағы атросканы қайтадан суға саласыз, дұрыс па? Ол суды ауыстырған сайын негізінде бұл барлық атроска стресске түседі. Жаңа суда. Өзінің үйреншікті суында тұра берсе, ол қатты стресске түспейді. Сіз үстіне қам жылығып су құйып тұрсаңыз, ештеңе етпейді. Ал егерде сіз қайта-қайта суын ауыстыра берсеңіз, онда сіздің атроскаңыз қайта-қайта стресске түсіп, тамырлау процесі ұзаққа кетеді. Тамырламайды емес, тамырлайды, бірақ ұзаққа кетеді. Сол үшін жаңағы просто әшейін азғантай су құйып отырамыз. Ыдыстың уровеніне қарап құйып отырасыз, мысалы тамыр батып тұру керек та соған. Тамыр бататын жерге дейін су құйып доливать етіп отырасыз, болды. 3-4 сантиметрге шейін тамырлағаннан кейін судан аласыз. Жақсы осындай қарасы көп, перлиті көп, жеңіл топырақ жасайсыз. Сөйтіп, ол топырақты жасайсыз, өзіне сол тамырлаған тамырға лайықты кішкентай ғана ыдысқа отырғызасыз. Сіз неғұрлым тар ыдысқа отырғызсаңыз, соғұрлым жақсы стрелка шығарады мынандай, жаңа жапырақ жақсы ашады. Гүлдеу процесі де өте жақсы болады тар ыдыста отырған сайын. Ал енді отырғыздыңыз, суға тамырлағаннан кейін сіз оған ылғал топыраққа отырғызасыз. Бірінші кезекте жаңа топырақты ылғалдап аласыз, сөйтіп сол ылғал топыраққа отырғызасыз. Себебі гүл тамыры суда тұрды ғой, қанша уақыттар бойы суда тұрады. Ылғал топырақ, құрғақ топыраққа отырғызбайсыз. Бірден ылғал топыраққа отырғызасыз. Ылғал топыраққа отырғызғаннан кейін біраз уақытқа шейін, мақұл 2 апта дейікші, 2 аптаға шейін ол топырақтың ылғалын кептірмейсіз. Егер де сіздің топырағыңыз кеуіп кететін болса, гүл қайтадан стресске түсіп, не болмаса тамырлары бүрісіп, жаңағыдай ауырып қалуы мүмкін. Сол үшін суға тамырлаған атроскаларды үнемі топырағын ылғалдап, жаймен үйретесіздер. Топырағын ылғалдап отырасыз, одан кейін жақсы үйреніп, жақсы осындай жаңа жапырақтар шығарғаннан кейін жаймендеп су құю процесін өзіңіз туралап аласыз. Себебі антуриондар постоянно ылғал топырақта отырмайды. Суды өте аз ішеді, редко ішеді, былайша айтқанда. Себебі топырақ біразға шейін кепкенге дейін кептіріп барып суғарған дұрыс. Егер сіз үнемі жаңағы сол қалыпта ылғалдап, сол қалыпта топырағы үнемі ылғал бола беретін болса, постепенно тамыры шірейді. Бірақ алғашқы кезде жаңа атроска судан шыға салып, су топыраққа отырған дұрыс. Ылғалы бар топыраққа отырған дұрыс. Сол кезде ол қатты стресске түспейді, ана ылғал топыраққа жақсы тезірек үйренеді. Мінекей, антуриумды қалай жасартамыз, қалай көбейтеміз, барлығын осы видеода білдіңіздер, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментариядан сұрасаңыздар болады. Енді біреулер бар, ой, өзіңнің гүлің жетісіп тұрған жоқ қой деп айтады маған. Мен сіздерге өзімнің гүлім бұл жаңағы осы қыста биыл маған бір ауырған гүлдер келді, мен ол гүлдерді емдедім. Осы каналда барлық видеолары бар, бірақ сол гүлдерде клеш болды. Ол клеш менің барлық гүлдерімді зақымдап, ауыртып, осындай халге жеткізді міне. Клеш деген өте қауіпті, гүлдер үшін өте қауіпті зиянкес. Мінекей, осындай халге жеткізіп, оны емдеп алдым. Жақсы емделді, емделгеннен кейін мынандай стрелка шығарды. Мінекей. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.